Павлодарлық ғалым өндіріс ошақтарында пайдаланылатын суды кәдеге жарату бойынша зерттеу жұмыстарын бастады. Қазіргі уақытта ауқымды жоба әзірлеп жатыр. Жас ғалым 3 ай ішінде облыстағы 10 шақты зауытта болып мәліметтерді жинақтаған. Ендігі кезеңде мағлұматтарды сұрыптап, математикалық есептеулер жүргізеді. Мақсаты өндірістен кейінгі су ресурстарын тазартып, қайта пайдалану үшін нақты ұсыныс дайындау. Оның айтуынша жинақталған суды ауыл шаруашылығына жұмсауға болады. Осылайша тіршілік көзін үнемдеп, су тапшылығының алдын алуды көздеп отыр. Бұл технология сала үшін жаңалық емес, кей кәсіпорындар пайдаланған суды қайта қолданып келеді. Десе де мұндай өндіріс көп емес. Ғалым бұл жобаны жүзеге асыру мақсатында 15 миллион теңгенің грантын ұтып алған. Жергілікті университеттің жанындағы ғылыми инновациялық хаб жанында 100-ден астам жоба қолға алынған. Бүгінгі күні 30-дан астам зерттеу қатар жүргізіліп келеді. Мы можем достичь двух целей. Екі мақсатымыз бар. Біріншісі суды үнемдеу, екіншісі зиянды қалдықтардың көлемін азайту. Алдағы уақытта әр кәсіпорын үшін бұл бағытта жүргізілген зерттеулердің нақты нәтижесі ұсынылады. Яғни индустриялық аймақтар мен зауыттардың мүмкіндіктерін есептеп, нақты мәліметтерді ұсыну. Дәл осындай зерттеу Қазақстанда бұрын соңды жүргізілмеген.